Алақанның сүйек-аралық бұлшықеттеріне екі бұлшықет жатады: құрт тәрізді бұлшықет және сүйек-аралық бұлшықет. Құрт тәрізді бұлшықет мускулюс люмбрикалис. Ол жұмырлау келген 4 бұлшықеттен құралады. Саусақтарды бүккіш терең бұлшықеттердің сіңіршелерінің латеральды бетінен бастау алатын болып саналады және сіңіршелері дистальды бағытта өтіп, сұқ саусақтан шынашаққа дейінгі бақайшықтардың негізіне, проксимальды бақайшықтардың негізіне барып бекиді және осы маңда саусақ апоневроздарына ұласатын болып табылады. Негізгі қызметі 2-5 саусақтардың проксимальды бақайшықтарын бүгу қызметін атқарады және қалған аралық дистальды бақайшықтарды тіктеп, сыртқа қарай жазу қызметін атқаратын болып саналады. Сүйек-аралық алақанның бұлшықеттері мускулюс интероссей пальмарис деп аталады. Бұлшықет 2-5 алақан сүйектерінің аралығында орналасқан 3 бұлшықеттен тұрады. Ол 2-4 және 5 алақан сүйектерінің латеральды қапталынан бастау алып, төмен бағытталып, жіңішкелеу келген сіңіршеге ұласады және осы маңда 5-4 және де 2 проксимальды саусақтардың бақайшықтарының негізіне барып бекитін болып саналады.